Роза Бағланова қолына қару алмаса да, Отан орденінің жауынгерлік еңбегі үшін, еңбектегі ерлігі үшін 1941-1945 жылдар Ұлы Отан соғысында Германияны жеңгені үшін, тың жерлерді игергені үшін медальдарының иегері болды. Биыл Роза Тәжібайқызы Бағланованың туғанына 100 жыл. Осы орайда өнер иесінің құрметіне ескерткіш орнатылды. Ескерткіш Төле би және Қалдаяқов көшелерінің қиылысындағы Қазақтың Жамбыл атындағы мемлекеттік филармониясы ғимаратының алдында орналасқан. Бұл да бекер емес, себебі шығармашылық өмірінің біраз бөлігін әнші осында өткізген. Роза Бағланова апайымыз еңбек жолы осы ғимараттармен байланысты. Бұл жерде бір уақытта қазақ концертінің ғимараты болды, кейін филармония ғимараты. Осы филармониясы бар, қазақ концерті бар. Роза Бағланова осы мекемелерде көп жылдар жұмыс жасады. Жұмыс жасағанда да еңбегі кәдімгі үлкен нәтижелі болды. Әншінің естелігі бойынша ол 1941 жылдың тамыз айынан бастап жеңіске дейін майданда болған. Жеңісті Мәскеуде қарсы алып, 1945 жылы 9 мамырда Берлиндегі жеңіске арналған концертте өнер көрсеткен. Қарменен қан кештім, үстіме өліп жатқан адамды да тастап, айналасының барлығы мен түсеген, окоптың ішіне де түсіп, тіземнен жоғарлы су кешіп тұрып, ән айтқан күндерім болды. Ұлы Отан соғысы вақытындағы жаңағы соғыс майданында барып концерттер шығып, танкілер үстінде тұрып, қасында тұрып, ән айтқан солдаттардың жүрегінен орын алып, және біздің әскерімізді, солдаттарымызды жігерлендірген жаңа жетістіктерге. Көптеген марапаттардан басқа Роза Тәжібайқызы қазақ және қырғыз халықтар арасындағы бауырластық қатынастарды нығайтуға сіңірген зор еңбегі және ұлттық мәдениеттерді өзара дамыту мен байытуға қосқан елеулі үлес үшін Қырғызстанның халық әртісі атағын алған. Бұл кісі тек қана үлкен сахнадан басқа шетелден, мына Москвадан, одан басқа да көптеген біздің республиканың ішінде облыста, ауданда, колхоз-совхоздарда кәдімгі концертке шығып, үлкен танымал әнші болды. Роза Бағланова осы залда, осы сахнада өнер көрсеткен. Тіпті дәл қазірдің өзінде көрікті келбетімен сахнаның төрінен көрерменге көрінетіндей.